Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мәжитқызы. Бүгін сіздерге жуа қосылған қатпарлы нанды және ет қосылған чебурекиді дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен табағымызға ұнды елеп салып, тұзын қосып және бөлме температурасындағы суға осындай ұнымыздың басын біріктіріп, кішкене қаттылау қамырды елеп және оны жарты сағатқа тындырып қоямыз. Осы уақытта етімізді тартып, жуасын қосып, тұзын бұрышын қосып, араластырып, дәмін біркелкетіп, етті дайындап қоямыз. Және осы қатпарлы нанға қосатын жуамызды, 2 дана жуамызды турап, ұсақтап, кішкене сұйық май қосып, кішкене ғана шығырып алатын боламыз. Міне жарты сағаттан кейін нанымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды тағы да иінін қандырып, елеп, бірде қылып 4 бөлікке бөлеміз. 2 бөлігінен қатпарлы нан жасаймыз және 2 бөлігінен чебурекки жасайтын боламыз. Қатпарлы нанды осындай ұнын сеуіп, күлшемізді тағы да иінін қандырып және шұға қылып жаятын боламыз. Міне енді қатпарлы нанның жайып жатырмыз, шұқа қылып жаятын боламыз. Міне жан-жағының барлығын біркелкі етіп, шұқалап нанымызды жаямыз. Енді үстіне кішкене сұйық майда шығырылған жуаны салатын боламыз. Міне жуаларды үстіне біркелкі етіп салып аламыз. Міне енді нанымызды орап, енді осылай домалатып тағы да ораймыз. Үстінен кішкене басып, екі жағынан кішкене басып. Екінші нанымызды осылай шұқа қылып жайып, ішіне жуасын салып, бұны да орап. Міне барлығын орап болды. Енді бұл нанымызды осылай домалатып алып, үстінен кішкене басып, үстіне кішкене оқтаумен жайып жібереміз. Міне енді қызып тұрған духовканың патносына салып,
Міне 2 нанымызды подносқа салып, астын кішкене баяу отта қатпарлы нанымызды салып қоямыз. Енді екінші мына чебуреккидің нанын жұқа қылып алып, бұнда еттің наны сияқты жаямыз. Міне әбден жұқартып нанымызды жазып жатырмыз. Арасына ұнымызды сеуіп отырып, нанымызды жұқа қылып жаямыз. Жан жағының барлығын бір тегіс қылып, жұқа қылып жайып аламыз да, енді осыны 3 бөлікке бөліп кесеміз. Енді ортасына піскен етімізді салып, тартылған. Жан жағын вилканың көмегімен жан жағын бүретін боламыз. Жан жағы ашылып кетпейтіндей етіп, вилканың көмегімен жан жағын бүреміз. Вилканың көмегімен жан жағын бүріп атырмыз. Барлығын осылай біркелкі етіп жасап шығамыз. Чебурекке дайын болғанша майымызды астын кішкене ашып, қыздырып қоятын боламыз. Міне чебурекіміз дайын болды. Міне оған дейін қатпарлы жуа қосқан нанымыз да дайын, және бетін тоқпыдан алғаннан кейін осылай сары майды бетіне жағатын боламыз, екі күлшенің да. Міне енді астындағысының бетіне майды жағып, жып-жұмсақ, дәмі керемет осындай жуа қосылған қатпарлы нан шығады. Және міне чебурекіміз де дайын болды. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады, дәмі өте керемет болып шығады.